Армысыздар, арнамыздың көрермендері мен тыңдармандары. Мұражайлы подкаст байланыста. Мен Қайыржан, және бүгін біз мемлекеттік наградалар жүйесінің тарихын және де Италияның ең беделді ордендерінің біріне назар аударамыз. Бұл эпизодта ордендердің қалай пайда болғанын, қандай символдарды білдіретінін және кімдерге табыстатынын талқылаймыз. Мемлекеттік наградалар тарихының басталуы. Наградалар тарихы ежелгі дәуірден басталғанымен, ресми жүйелердің дамуы орта ғасырларда айқын көрініс тапты. Алғашқы ұйымдасқан ордендер 11-12 ғасырлардағы крест жарлықтары кезінде қалыптасты. Сол уақытта Иерусалимдегі қасиетті Қабір ордені мен тамплиерлер ордені секілді әскери рухани ұйымдар құрылып, олардың мүшелері қызметтері үшін арнайы марапатталатын болды. Франция мен Англия мемлекеттері бұл дәстүрді қабылдап, алғашқы мемлекеттік орден жүйесін құрды. 1348 жылы Англияда негізі қалаған Аспа орден және 1469 жылы Франциядағы Сент-Мишель немесе Әулие Михаил ордені лоялдық пен батылдықты дәріптеді. Бұл ордендер билік пен элитаның арасындағы байланыстарды нығайтуға көмектесті. Кейіннен мұндай наградалар ғылыми, мәдени және азаматтық саладағы жетістіктерді мойындай бастады. Наградалардың символикасы және дизайн ерекшеліктері. Әрбір мемлекеттің ордендерінің өзіне тән символдары мен рәміздері бар. Олардың дизайнында кресттер, елтаңбалар, монарх портреттері мен ұрандары жиі қолданылады. Мұндай белгілер сол мемлекеттің мәдениеті мен тарихының бейнелейді, әрі орденнің маңыздылығын көрсетеді. Бүгінгі алдарыңызға ұсынылған орден ол Италия Республикасына сіңірген еңбек үшін ордені. Орденнің тарихын айтатын болсақ, бұл Италияның ең жоғары мемлекеттік наградасы. Орден 1951 жылы 3 наурызда сол кездегі президент Луиджи Энауди қол қойған заңға сәйкес құрылды. Айтпақшы, итальяндық композитор, пианист Людовико Энаудидің әкесі. Орденнің негізгі мақсаты Италия Республикасына сіңірген ерекше еңбекті мойындау. Бұл жетістіктер тек әскери ғана емес, сонымен қатар азаматтық салаларда болуы мүмкін. Орденнің құрылу кезеңі Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Италияның демократиялық республика ретінде қалыптасуымен тығыз байланысты. Сол кездегі монархия дәуірінен қалған наградаларды алмастыру үшін енгізілген. Осылайша, жаңа орден елдің азаматтық құндылықтарын және мемлекеттің құрылысының жаңа моделін дәріптеді. Орденнің құрылымы және дәрежелері. Орден 5 түрлі дәрежеден тұрады. Рыцарь, ресми рыцарь, командор, ұлы офицер және де үлкен крест рыцарі. Бұл орденнің ең жоғары дәрежесі болып саналады. Сонымен қатар ерекше құрмет белгісі ретінде Италия Республикасының орденінің алқасы беріледі. Бұл награда көбінесе мемлекет басшыларына немесе халықаралық ынтымақтастыққа үлес қосқан тұлғаларға табысталады және символикасы орденнің белгілері Италияның республикасының рәміздерін қамтиды. Оның медалі 5 бұрышты жұлдызды түріне жасалған. Бұл Италияның ұлттық символдарының бірі. Жұлдыздың ортасында лавр мен емен жапырақтары бейнеленген. Ол күш пен даналықты білдіреді. Орталық эмблемада елдің түстері жасыл, ақ және қызыл түсті элементтер де көрініс табады. Марапаттаушылар және қызықты деректер. Орденнің иегерлері Италияның және басқа да елдердің көрнекті қайраткерлері. Олардың арасында саясаткерлер, ғалымдар, әртістер және де кәсіпкерлер де бар. Одан тек Италиян азаматтары ғана емес, сонымен қатар Италияның дамуына үлес қосқан шетел азаматтарына да беріледі. Мысалы, бұл орденнің кавалері қатарында Сильвия Берлускони, бұрынғы Италиян премьер-министрі. Әлемге танымал режиссер Фредерико Феллини де бұл орденнің кавалері болған. Джон Кеннеди, американдық саяси және мемлекет қайраткері, ақш-тың 35-ші президент. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Роберто Бенини, итальяндық актер, режиссер, сценарист және продюсер, Оскар сыйлығының лауреаты. Италияның ордені тек мемлекеттік қызметтегі жетістіктері ғана емес, мәдениет және өнер, халықаралық ынтымақтастыққа үлестерін мойындайды. Бұл орден елдің жоғары азаматтық жетістіктерді бағалайтынын көрсетеді. Орден Италия президенті тағайындайды. Алайда бұл шешім Италияның премьер-министрімен келісіп қабылданады. Ерекше жағдайларда президент орденмен марапаттауды өз бастамасымен жүзеге асыра алады. Бұл латынша мото прорио деп аталады. Марапаттау рәсімдері мерекелік күндері өткізіледі. Әдетте марапаттаулар жылына 2 рет өткізіледі. 2 маусым республика күні және 27 желтоқсан Конституция күніне орай. Сонымен қатар марапаттау арасындағы уақыт аралығы да ескертілген. Бір тұлғаға 2 мәрте награда беру арасында кемінде 3 жыл өту қажет. Бұл ереже марапаттарды әділетті әрі теңгерімді беру мақсатында енгізілген. Шектеулері де бар. Сенаторлар мен депутаттарға бұл орден қызметте болған кезінде берілмейді. Тек олар қызметінен шыққаннан кейін ғана орден алу құқығы ие болады.
Италияның бұл ордені тек марапат қана емес, елдің рухани және азаматтық құндылықтарын насихаттайтын символ. Орденді иелену үлкен мәртебе. Ол азаматтың немесе шетелдік тұлғаның Италияның өркендеуіне қосқан үлесін көрсетеді. Қазіргі заманда мемлекеттік наградалар тек әскери ерліктер үшін емес, сонымен қатар ғылым, мәдениет және азаматтық қызмет салаларында да беріледі. Мемлекеттік наградалар халықтың қызметі мен елдің құндылықтарын насихаттайтын маңызды құрал. Орденді тарихы арқылы біз мемлекеттердің даму кезеңдері мен олардың рухани құндылықтарын жақсы түсінеміз. Келесі эпизодта басқа да елдердің наградалар жүйелеріне тоқталамыз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Амандықта жүздескенше.